Енді бізде осы тауар кетті. Енді бұны қалай сборкаға алып барамыз, және де бұны штрих-кодтарын қайдан аламыз, және де қалай жасаймыз деген мына жерде сұрақтар болады. Соның барлығына қазір мен жауап беретін боламын осы видеода. Бірінші, бізге заказ түскеннен кейін сборочное задание, яғни marketplace, сборочное задание везу на склад деген ашамыз. Мынаны белгілейміз. Добавить к сборке деген басамыз. Сосын у вас пока нет задания дейді, яғни бірнеше заказ болатын болса, сіздерде бірнеше заказ болатын болса, оның барлығын жаңағыдай белгілеп, сборку деген нәрсені басасыз. Одан кейін на сборке деген басқаннан кейін мына жерде куда доставить, тағы да басқа да осы ақпараттар тұрады. Мына жерде мынаны белгілейміз. Бірінші мысалы қарап отырсаңыздар, распечатать этикетки и добавить товар в поставку деген бар. Распечатать лист подбора дейтін бар. Қазір бұның барлығын түсіндіретін боламын жеке-жеке. Мына жерде 58-40 таңдаймыз. Бұл жерде этикетканың. Бірінші распечатать лист подбора дейтін бассақ, біз мына жерде өзіміз үшін сақтаймыз бұны. Бұл не үшін керек? Өйткені біз егерде бірнеше тауардан, яғни түсетін болса, доставка, яғни не тапсырыс түсетін болса бірнеше тауардан, сол кезде осыны өзіміз үшін шығарып, яғни принтерден шығарып, өзіміз үшін шығарып, бұл жерде қай тауардың қай этикетке жабыстыру керек туралы ақпарат осы жерде болады. Мысалға, мына жерде мультипекарь, яғни сокөнеға келген, мүмкін басқа да тауарларға, мысалы автотауар болсын, соларға түсуі мүмкін да сізге. Сол кезде этикеткадан шатаспас үшін арналған нәрсе бұны. Лист подбора, куда доставить Казахстан. Яғни осыны сіздер шығарып аласыздар. Одан кейін біз распечатать этикетки и добавить товары в поставку деген бар. Соны басамыз. Яғни бұл бізге керек, яғни бұны біз өзіміздің тауардың, яғни сыртын әдемілеп, коробка болсын, мүмкін сыртында басқа да жаңағындай, мүмкін пупырышка дейді ғой, енді андай нелер сыртына сынып қалмайтын пакеттермен орайтын болсаңыздар, осыны сыртына міндетті түрде бұны жабыстырасыздар. Бұл жерде екі этикетка жабысады, яғни бірінші бұл біздің Wildberries берген арнайы штрих-коды, осыны біз сақтап аламыз. Бұны термопринтермен жаңағыдай шығарамыз. Онда да келесі видеода түсіндіріп айтамын. Біз өзімізге жүктейміз. Яғни екі деп сақтайық. Бұл екінші тауар біздің. Сосын распечатайте штрих-код поставки деген бар. Яғни бізде распечатать дегенді басамыз. Бұл бізге не үшін керек? Не үшін керек бұл нәрсе? Бұл нәрсе бізге складқа барған кезде осы біздің штрих-кодты, яғни көрсетеміз, осымен біздің пропуск деп айтады ғой, яғни бізді өткізетін құжат бұл. Осылай айтсақ та болады. Яғни осыны біз шығарып аламыз. Бұны да шығарып, немесе ұялы телефонымызға, өзімізге телеграмға болсын, WhatsAppқа болсын лақтырып қойып, осыны біз көрсететін боламыз. Мұнан да сақтап алайық. Бұны склад үшін деп жазайықшы. Қойма үшін, қазақша. Қойма үшін сақтаймыз. Сосын барлығын қараймыз. Барлығы дұрыс па, дұрыс емес па, барлығын бір қарап шығамыз да. Енді біздің екінші неміз бар. Екінші штрих-код бар, яғни баркод деп айтады. Оны баркодты келесі сабақта түсіндіретін боламын. Бұл екі бетіне жабыстыратын екі наклейка, яғни екі штрих-кодты міндетті түрде біз өзімізде жабыстырып, осымен апарамыз. Сол кезде бізде дұрыс болады. Келесі сабақта бұны мен түсіндіретін боламын. Қалай жасайтынын.